Сәлем, бұл видеодан сен менің Америкадағы өмірім, тұратын жерім, күнделікті құртылатын қаражат туралы біле аласың, және де менің жұмысым жайлы айтамын, сөйлесеміз. Соңғы кездері менің болып жатқан оқиғалар, ойларым, сезімдерімді айтамын, және соңында біздің қыдырған жерлерімізді көре аласыңдар. Алдын ала алғыс айтамын, және де бұл видеоны мен бар шынайы көңіліммен жасадым. Сендерге ұнайды деген ойдамын. Біз Нью-Йоркта бір күн боламыз. Қазір қонақ үйге келдік. 2 адам тұратын бөлме. Бір түн үшін $200, яғни 100,000 теңге. Бұл қымбат, бірақ осындай баға Нью-Йорк үшін орташа. Таймс-сквердің жанында орналасқан америкалық қонақ үйдің вайбы керемет, және терезеден көрініс қатты ұнады. Таң атысымен 3 ай бойы тұратын қаламыз Орландоға жолға шықтық. Әуежайға дейін таксимен $70 4 адам болып бардық, және тағы да 2 сағат ұшамыз. Маған ұшу қатты ұнап қалды. Орландоға ұшып жатырмыз. Аэропорттамыз. Біз ойын ойнап отырмыз. Мынандай заттар да бар. Біз қонақ үйімізге келдік. Бұл уақытша тұратын жер емес. 3 ай бойы қонақ үйде тұрамыз. Біз сияқты әр елден келген work and travel студенттері осында тұрады. Айнұр лифттің ішінде қалып қой. Мен қазір жақтағы витті көрсетем. Сәлем. Жақтағы витті қарасай. Неге сен өзгермей жүре бер өзіңнің бағытыңмен ауасыз көңілге. Келген үй көрдің бе? Төңкерілген үйдің қарама-қарсысында тұрамыз ма? In this world 내게로 다시 와 time me 날 구원할 거라면 Just come kiss me and bite me Сәлем. Біздің 3 ай тұратын орнымыз. Welcome. Бізде 2 үлкен кровать бар. Мына жақта мен жатам, мына жақта Коня жатады. Сосын бізде лампа бар, телефон бар. Мына жерде зарядтайтын нәрселер бар. Біз переходникпен зарядтаймыз.
мына жерде де бар екен, прикинь. Мына жерде. Лампада осындай заттайтын жер өтті. Сосын бізде не бар? Сейф бар. Иә, сейф бар. Когда біз ақшаны зарабатывать еткенде осыны салып қоямыз. Пароль айтпа дейді. Енді мына жақта айтшы. Мына жақта бізде өте әдемі вид. Мына жақта андай үлкен домалақ бар ғой. Соған, иә, осыған бізге вид. Мына жерде Төңкерілген үй бар. Енді мына жақта ұзын жолдар бар. Пальма. Мына жақта пальмалар бар. Жалпы біздің көңілімізден жақсы шықты. Мына жерде отыруға болады. Былай витқа қарап қойып кофе ішуге болады. Өйткені бізде не бар? Кофе машина. Сосын мұнда кондиционер бар. Біздің заттарымыз әзірге. Сосын мына бөлік. Мына бөлікте не бар? Осындай күшті орындық бар. Біріншіден үлкен айна. Мына жерден өстіп шығып түгіңді қарап жұмысқа кетесің. Мына жерде телевизор. Телевизор өкінішке орай істейді. Yes, that's the one. Yes. I mean, it's not big enough, but we can get that and then add a couple more pieces. Is there any way we can get more of that? More of this? Жалпы көрдік, рахмет. Сосын бізде тартпалар бар мұнда, өз заттарымыз салатын. Біз бөліп алған сияқтымыз өзі. Мен аламыз. Сосын мұнда шкаф. Үлкен шкаф. Мына жерде айнасы бар. О, hello. Және біздің құпия бөлмені көрсетіп жүр. Біздің жапон стиліндегі құпия бөлмемізге қош келдіңіздер. Ол жақта бізде біріншіден жуынатын нәрсе бар. Және үлкен айнасы бар. Ертең өзіңе қарап тұрып жуынуға болады. Шаш кептіргіш. Кофе машин. Таңертең Коня бізге кофе істеп береді. Микроволновка. Және Холодильник. Ой. How to open it? Сосын мұнда. Келесі бөлме. 3 бөлмелі пәтер. Бізде бұл жуынатын бөлме. Жалпы айтқанда қызық емес. Душ, туалет, сүлгілер. Мына жерде сабын беріп қойыпты. Және мына жақта бізге қайда? Шампунь мен кондиционер. Окей. Осы бізде Және мына жақта бізде өтек дейтін нәрселер бар екен. Өтек және өтек дейтін мынандай үлкен зат. таяқ. Таяқ понял. Осы жерде 3 ай бойы өмір сүреміз. Өзімізге ұнапты, қайда өмір сүретіндігіміз. Бастысы осыны ақтасақ деп. Сау болыңдар. Снято. Пока. Кездескенше. Айына $520 төлейміз, бір жақсы жері жұмыс жасайтын жерге дейін. Тегін автобус, күнде тегін кофе, күнделікті бөлмені жинау, яғни бөлмеміз әрқашан таза, қонақ үйдегі әдеттегі керемет қызмет ұсынылады. Біз өзіміздің американдық спонсорымыздың сайтында чек-ин жасадық. Мен сен сұрадым. Қонақ үйде біз сияқты әр елден жиналған студенттер тұрады, және бізге таңғы ас мен кешкі асқа жеңілдіктер бар, бірақ жұмыста тегін тамақ беріледі, сондықтан ол асханаға кейде ғана аптасына 1 рет, кейде аптасына мүлде бармаймыз, осылай. Біздің қазақтар жүр ғой.
Сәлем. Мен жаңа ғана жұмыстан келдім. Сағат 5-тен кетті. Бүгін жаңбырлы күн болғандықтан бізді ерте жіберді. Жалпы біз 8 сағат жұмыс жасаймыз. Сағат 10-дардан кешкі 7-ге дейін, яғмаса сағат 9-дан 7-ге дейін деген секілді 8 сағат жұмыс жасаймыз. Бізде су паркі, яғни аквапарк. Жаңбыр болғандықтан көп адам келмеді бүгін, сондықтан да ерте жіберді. Мен сондай аквапарктегі фастфуд ресторанында жұмыс жасаймын. Негізгі позициям преп-кук. Аптасына 5 күн жасаймын. Соның 3-4 күнінде мен фри қорамын, тауық қорамын, яғни ыстық пештің қасында тұрамын. Ол өте негізінен ыстық, қиналдыратын жұмыс, бірақтан ол жерде сен ешкіммен сөйлесуге міндетті емессің, жай ғана тұрасың, және де бұл негізінен қиынырақ жұмыс. Аптаның 1-2 күні мен хот деген жерде тұрамын. Ол бізде фастфуд болғандықтан сол фастфудтарды салып беремін, және де қонақтармен сөйлесемін, олардың сұрақтарына жауап беру керек. Ол шамалы қиындау, себебі ағылшынша оларды түсінбей жатасың, олар сені түсінбей жатады. Сондай кездер өте көп, және әр кез сайын сен соған дайын болып тұру керексің, және кей кезде сен білмейтін, бұрын қойылмаған сұрақтар қойылып қалады. Сондай кездерде мен білмеймін деген сияқты тұрмай, сен олардың барлығына жауап бере алуың керексің, білмейтіннің бәрін сұрай білуің керексің. Сондай көп жауапкершілігі бар жұмыс, бірақтан қорқынышты болса да бұл жұмыс маған ұнайды, себебі аптаның 1-2 күні маған қатты ұнайды. Сондай бір активны өтетін күндер. Таңертең жұмысқа келемін, сосын қараймын, мен бүгін не істеймін дегенде хот деп жазып тұрса, мен қатты қуанамын, себебі қорқынышты болса да бұл өте сондай әсер беретін жақсы жұмыс, маған ұнайды. Және де бүгіннен бастап мен қасымда бірге жұмыс жасайтын қыздармен жақын араласа бастадым. Мен жалпы топтағы жалғыз қазақпын, қалғандары Таиландтан, Испаниядан және де американдықтар. Негізінен мен көбінесе таиландтықтармен бірге тұрамын, солардың қасында жұмыс жасаймын, және де бүгін солармен сәл бірге тіл табыса бастадық. Және де мені ең бірінші келген кезде қарсы алған 2 қыз бар. Олар өте жылы, жарқын шырайлы қыздар. Солар Таиландтан келген болатын. Олар бүгін өздерінің соңғы күндерін өткізді. Осыдан кейін олардың Work and Travel бағдарламасы біткен болатын. Солар негізінен кейбіреулер кетіп жатырса, бүгін автобуста бір топ көп испандар келді. Олардың бағдарламасы енді басталып жатыр. Солай әрқашан алмасып тұрады. Ал мен болсам, осы жақта 3 ай бойы қыркүйекке дейін боламын. Және қасымдағы Таиландтан, Испаниядан келгендер де 3 ай боламыз деп айтты. Тағы да не айтсам болады, бұл менің 3-ші аптам жұмыс жасап жатырған, және де маған барлығы ұнайды. Бұл жақтағы мен аптасына 5 күн жұмыс жасаймын деп айттым, және де әр аптада әр күнде шамамен 8 сағат жұмыс жасаймын, яғни шамамен 40 сағаттай шығады. Аптасына $13, сағатына бізде паркта барлық позициялар $13. Осылай мен негізі біраз ақпарат берген секілдімін. Бүгінге осы, бәріңді жақсы көремін. Әр қарай влогты тамашала. Біздің осы жақта қыдырғанымыз, сол кездерден әдемі кадрлар алып сіздерге көрсететін боламын. Және де менің инстаграмым бар, соған да тіркеліп қойсаңдар болады. Ол жақта яғни күнделікті жүргізіп отырамын. Ал YouTube болса менің күнделігім сияқты ұзын әдемі, жақсы видеоларды, сапалы видеоларды саламын. Және де сендердің әрбір жазып жатырған пікірлеріңе көп рахмет. Кейбіреулері мен үшін
тілек айтып жатыр, жақсы өтсін деп жатыр, және де армандарын орындалғанына қуаныштымын деп өздерінің лебіздерін білдіріп жатыр, және де видеоның сапалылығы туралы да айтып жатыр. Барлығыңа рахмет, және де сендерге осындай сапалы дүние ұсынып жатқаныма қуаныштымын. Бәрін жақсы көремін. Özümde tünge bir Rayda uzga yerim Жоғалған бұл үйдемін Жалғыз емеспін білемін Күнге, сүнге, сенуге, жеңуге өміріңді Армайсың не нәрсе Ауырды не қына Жек көруге махаббат Таңда өзің Бәрі өзің Біз жағажайға бара жатырмыз. Біз бүгін Walmartқа келдік. Мен ондай шетін сусын алдық. Біз жалғыз камерамызға біз алған заттар. Және Walmart'тың ішінде тіпті техника бар. Киім де бар, тамақ та бар. бұрыннан таныс сезім көктемдегі олақта қарға түскен шуақтай жылытып менің жүрегімді бәрін ұмыттым ба деп сен менің жаныма кел еске салып күлімдеп қайтадан ояттың сезімді бақытқа толтырып күнімді бәйшешегіңе күнімде Қазір тұрып жатырған қала қатты ұнайды. Әрине мұнда тұру теңгемен есептесек қымбат. Мұнда келу үшін төленген қаражатты толық ақтау үшін арманымыздағы жерлерге барып, арманымыздағы дүниелерді
алып жақындарымызға сыйлық алып қайту үшін жай ғана супермаркетке барып көшеде серуендеу, жаңбыр астында ойнау, тіпті жұмысымыз да біз үшін көңіл көтеру жолы болып жатыр. Жұмыс берушілеріміз берген мүмкіндікпен SeaWorld, Aquatica, Universal Studio'да тегін көңіл көтердік. Қазір айналамыздағы болып жатырған әрбір ерекше затқа шынайы таңғалып, өте жақсы уақыт өткізудеміз. Шетелдегі әрбір жаңа зат таңғалдырып жатыр. Әрбір шетелдік адаммен сөйлесу мен үшін үлкен қорқыныш тудырады. Бірақ сондай рахат аламын және өзіме деген ризашылығымды арттырады. Мен ешқашан осылай жақын арада шетелге барамын деп ойламаған едім. Өзіме сенімсіз болып, тіпті бастапқы жұмыс алу интервьюінен өтпей қаламын деп ойлағанмын. Виза аларда да одан да қатты қорқыныш болды. Ал енді қазір мен осында Америкадамын. Мені әрқашан алдыға сүйрейтін әпкеме және қаржылай көмектесіп, әрқашан тілегімізді тілейтін ата-анамызға алғыс айтамын. Соңында өзіме алғысым шексіз. Сенімсіздік пен қорқыныш кеудемде толып тұрса да, ешқашан берілмеген мүмкіндік пен уақытты қолдана білген өзіме ризамын. Және бұл әлі басы мені әлі көп ауыртпалықтар күтетінін білемін. Себебі биікке шыққым келеді. Сенімсіздік әркімде әрқашан болуы мүмкін. Бастысы керек мезетте өзіңді жинап, өзіңді көрсете білу керек. Сәттілік. Smoking cigarettes on the roof. You look so pretty and all I heard is you. We fell in love in October. That's right. I love looking at the stars, admiring from afar. You will be my world, my world, my world, my world. Who could have polluted the entire earth? We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know that it's time to see. Take my time and take your clothes off when you tell me. Acting like you don't recall, it ain't impressing me. Didn't come to see your friends and know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to new ways, but we got history. Putting my feelings all aside, don't know how to make it cry. Pictures popping in my mind, all these occasions before I get out of bed. Don't think it hurts to even know to try your best. Professor, is this all real? Or is it just happening inside my head? Of course it's happening inside your head, Harry. Why should that mean that it's not real?